Салық саласында қандай өзгерістер бар? Ауыл тұрғындары мен мұндағы кәсіпкерлерді не толғандырады? Шығыс Қазақстан облысына арнайы сапармен барған мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Данияр Жаналинов қарапайым халықпен жүздесіп, осы мәселелер жайында пікір алмасты. Атап айтқанда, Глубокое ауданындағы жұртпен кездесті. Жергілікті кәсіпкерлер QR арқылы төлем жасау және сатып алушыларға касса чектерін беру қажеттіліктері жайлы сұрады. Электрондық декларация жайды қозғады. Дегенмен шетелдік автокөліктерді заңдастырудың қыр-сыры жайлы сауалдары басымдырақ болды. Сондықтан салалық комитет төрағасы бұл процестің мән жайына ерекше тоқталды. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру үшін қазіргі күні тиісті науқан жүріп жатыр. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша. Бұл кедендік тазартудан өткен, сонымен қатар ұрланбаған немесе бұрынғы криминалдық несі тарихы болмау керек бұл автокөліктерді. Ол ең бірінші, ең үлкен талаптар. Әрине, осындай кездесулер жиі болса, халық арасындағы көп мәселелер біздің жоғарғы орындарға тиіп, олар енді біздің халықтың әлеуметтік жағдайының дұрысталуының барлығына үлкен себебі тиер еді деп ойлаймын.